Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге еттен бәліш пісіретін боламын. Жұмсақ, тойымды, әрі балдарға жақсы, үлкен кісілерге де жақсы, жұмсақ осындай болып бәліш шығады. Не жұмсақ. Не кесіп қазір көрсетемін. Не осындай үлбіреген жұмсақ бәліш. Жасалу жолы да оңай, әрі жылдам. Тойымды етпен, картоптан болғасын. Не іші мынадай. Сіздер де жасап көріңіздер. Оған қажетті заттарым: ет, картоп, жуа, чеснок.